Ал достар, баршаңызға сәлем бердім. Бүгін түскі асқа ет асайын деп тұрмын. Сол себепті ет тұрған сарайға келіп, міне таңдап алдым. Жілік, омыртқа, сүрден қалған жал және шұжық алдым бұл жерден. Оның үстіне тағы да көріп тұрғандарыңыздай қарын қостым. Мына менің іліп қойған қарным. Так, шетке айналдырған қазы ұсталған екеуіп тұр. Сосын қарта. Қазір осының бәрін жақсылап жуып қазанға саламын. Мінекей достар, қазанға ет салынды, бірақ көріп тұрғандарыңыздай бағанаға әкелген мүшелерінің бәрі толық салынған жоқ. Себебі бұл жерде алдымен ұзағырақ пісетін мүшелерін салып қойдым. Ал енді қалған бөлігін омыртқа, қазы, шұжық қалды. Бұларды мынау еттің сорпасы қайнап, қара көбік алынғаннан кейін ғана саламын. Сонда олар таза, әдемі болып пісіп шығады. Және шамалы болса да бұлар басқа бөліктеріне қарағанда тезірек дайын болады. Осы жерде көптеген менің оқырмандарымның далада етті сақтауға бола ма деген сұрағына жауап бере кетейін. Менің жасаған осының алдында көрсеткен видеоларымда әдісім бойынша етті далада сақтауға болады. Мінекей ет сол сойылған қалпында қараймаған, кеппеген, өте әдемі сақталған. Мінекей достар, еттің қара көбігін алып шықтым. Әдемі болып баппен қайнап жатыр. Қазір енді осының үстіне жаңа қалдырған мүшелерді салып жіберемін. Ал енді достар, жуырда бәріміздің басымыздан өткен қайғылы жағдайдан қабырғамыз қайысты. Сол қанды оқиғада оққа ұшқан бауырларымның отбасына қатты қайғырып көңіл айтамын. Біз сіздермен біргеміз. Қайғыңызға мен де қара қазақтың баласы болған соң ортақпын. Бауырларымның жандары жәннатта болсын, топырақтары торқа болсын, Алла тағала алдарынан жарылқасын. Енді елімізде ешқашан ондай оқиға болмасын. Достар, көбік алынды, сорпа тазаланды. Енді жаңа қалдырған мүшелер салып беруге болады. Бісміллә деп омыртқасын салайын. Қазы, шұжық. Араларыңызда ет пісіріп жүрген жандар болса байқаған боларсыздар. Осы мүшелерді бағанағы етпен бірге салатын болсаңыз, онда сорпаның бетіне шыққан қара көбік осылардың сыртына жабысып алады. Ал енді бұл мүшелер табақтың бетінде жататын болғандықтан бізге оның сыртының қарайып, құнсыз, көріксіз болып тұрғаны керек емес. Так, ет баппен тамаша болып қайнап жатыр. Ал енді мынау қайнап атқан сорпадан құйып алып, еттің нанын илеймін. Мінекей. Қазір мына сорпа шамалы суысын. Еттің сорпасына иленген қамыр өте дәмді болады. Және есіп жазған кезде жылтырап тұрады. Достар, еттің сорпасын осы ет әбден қайнап пісіп дайын болғанша әлсін-әлсін сапырып отырған дұрыс. Сонда сорпа таза, әдемі ақ сорпа болып шығады. Қараңыздар, қандай әдемі сорпа. Енді қамыр илеуге кірісемін.
Сорпа шамалы суыды. Так, 5 минутқа жауып қоя тұрамын. Сосын қайтадан басамын. Ал енді мен оған дейін тұздығын дайындап қояйын. Тұзын салдым, енді бұрышын. Нанды тағы да бір басып қояйын. Қамырдың әбден иығанғанша осылай бірнеше қайтара басамын. Тағы да жауып қояйын. Достар, мен бүгін еттің сорпасынан құрт көже дайындаймын. Ол үшін маған 1 стақан салқын су қажет. Және 2 ас қасық ұн қажет. Осы ұнды суға салып, жақсылап араластырып аламын. Міне достар, көріп тұрғандарыңыздай, тым қою да емес, және тым сұйық та емес, орташа қоюлықтағы су мен ұнның қоспасы пайда болды. Енді бұл қоюлық әркімнің өзінің талғамына байланысты. Егер де қою құрт көже қажет болатын болса, онда шамалы қоюлау қылуға болады. Енді видеоның соңына қарай құрт көжені қалай дайындайтын әдісін, өзімнің әдісімді сіздерге көрсетіп бөлісетін боламын. Қамырымды 2-ге бөліп, тағы да бір басып қоямын. Достар, көріп тұрғандарыңыздай ұнды бір-ақ рет қосамын. Сосын осылай жып жылдырғып әдемілеп жазып алып шығамын. Өз басым қамырдың аппақ ұн болып тұрғанын ұнатпаймын. Міне әдемі жып жылдыр қамыр болып шықты. Еттің сорпасына үйленген қамыр, тағы да қайталап айтайын, өте дәмді болады. Және осылай елеп жазған кезде әдемі жылтыр болып шығады. Себебі оның арасына шамалы болса да майы қосылады. Марқұм шешем осы еттің қамырын тек қана сол қайнап жатқан еттің сорпасына илейтұғын. Ешқашан суға илеген емес. Ал міне
Қамырымыз да дайын болды. Қандай жұп-жұқа, жұп-жылтыр болып шықты міне. Керемет. Арасына ауа кіргізіп қояйық. Сонда тезірек кебеді. Ет дайын болатын шегіне жетті. Ақырын түсіріп алайын. Так, жілігі де міне. Қандай әдемі жұмсақ болып піскен. Так, енді тұздыққа сорпа құйып алайын. Мына жерде мен сүретім қалып қойыпты, шамалы салған. Так, алып тастайық. Майынан құйып алайық. Қандай әдемі. Тап-таза сорпа. Міне сорпа дайын. Жақсылап сүзіп алдым. Мынау морозилькте қатып жатқан сорпаға салатын құрт. Так, қамырды пісіріп алдым. Енді құрт көжеге қажетті сорпаны құйып алайын. Мен адамның санына байланысты құйып алдым. Енді дайындаған сұйықтығымды осы сорпаның үстіне құйып, бір қайнатып аламын. Сорпа қайнаған кезде шамалы қоюланады. Ой, сәлемет жаным, сол мен қонақтар келдім. Қолдарың жуыңдар, тастан ақшаймыз. Енді осының ішіне құртты салып, жақсылап араластырамын. Мынау міне дайын болған құрт көже. Шұжық па? Мен оны қазы сұратқан шығар. Шұжық.
Ал міне достар, ағаш ыдысқа ерекше күтім керек. Енді осы ыдыстардың бәріне мына жерде сорпаның бетінің майы, сонымен ішін сүртіп шығамын. Тым шылқылдатып жағудың қажеті жоқ. Міне осылай жай ғана майлап шығу қажет. Міне достар, асымыз ішіліп, ыдысымыз жуылып, жиналып болды. Осы жерде мен сіздермен қоштасамын. Зейін қойып тыңдап, басынан аяғына дейін қарағандарыңыз үшін алғысымды білдіремін. Осы видео ұнап жатса, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал енді кімде-кім менің каналыма осы күнге дейін тіркелмеген болса, міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта әлі де талай қызықты, пайдалы видеолармен бөлісетін боламын. Сондықтан қалыс қалып қоймаңыздар. Егер де осы видео туралы сұрақтарыңыз болып жатса, комментарий жазып, сұрақ қоя беріңіздер. Мен сіздердің сұрақтарыңызға жауап беруден ешқашан жалықпаймын. Келесі кездескенше аман сау болайық.